Ұяшықтарды пішімдеу Excel электронды кестесінің калькулятордан негізгі ерекшелігі. Ұяшықтарды пішімдеу пайдаланушыға түрлі сипаттағы мәліметтерді ыңғайлы түрге келтіруге, қорытынды жолды ерекшелеуге, үтірден кейінгі артық таңбаларды алып тастауға, ұяшықтарды біріктіруге және де тағы басқа жұмыстарды жасауға мүмкіндік береді. Сіздерге бүгін мен ұяшықтарды пішімдеудің екі жолымен таныстыратын боламын. Бірінші жолы, яғни қай ұяшықты біз пішімдегіміз келеді, сол ұяшықты белгілеп, тышқанның оң жағын басып, формат ячейкеге барамыз. Сол кезде біздің яғни пішімдеу терезесі пайда болады. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, жай ғана ұяшықты белгілеп, құрал саймандар тақтасындағы, яғни меню қатардың төменгі бөлігінде орналасқан выравнение барып, басқан кезде, яғни біздің пішімдеу терезесі пайда болады. Осы пішімдеу терезесінде бізде 6 бөлік орналасқан: число, выравнение, шрифт, граница, залипка және защита. Енді числоға тоқталатын болса, бұл жерде общий, яғни число кәдімгідей қалай беріліп тұр, сан күйінде солай жазылып шығатын болады. Числовой, общийде бұл мәтіндік, текстік, сандық болсын, бәрі-бір барлығына арналған общий. Ал числовой бұл именно тек сандыққа арналған. Денежный бұл біздің ақшалай түрі. Мысалы, мына жерде байқап отырсаңыздар, теңгеге қояйық біздің қазақстанский. Мына жерде әр мемлекеттің өзінің несі бар. Мысалы, российский рубль, ағылшындық доллар, әр мемлекеттің өзінің валютасы қарастырылған. Бізге қазақстанский теңге керек, және артындағы 2 нөлдік нені алып тастап, тек қана нөл қоямыз. Сонда ешқандай нөлді жалғамай, бүтін сан ретінде берілетін болады. Окей батырмасын бассақ, қазір былай белгілеп жіберейін. Выравнение, число, денежный, 0 және теңгеге қояйық қазақстанский. Окей батырмасын басқан кезде біздің ақшалы типке айналды мәтініміз. Келесі ары қарай финансовый, финанстық, одан кейін дата, время, яғни уақыт, күннің датасы. 20 образец, мына жерде үлгісі көрсетіпті, 26.04.1900, яғни күні, айы, жылымен жазуға болады. Сонымен толық вариантында ұсынуға болады нұсқасында типін. Мысалы, среда, яғни 3-ші күн, 14-ші наурыз 2001 жыл деген вариантты да ұсына аламыз деп тұр. Одан кейін время, яғни уақыт біздің сағатымыз, минутымыз және секундымыз. Одан кейін проценттік, яғни біз беріліп тұрған санны проценттік түрде де көрсете аламыз. Мына жерге 1-2 десек, артындағы нақты, яғни бүтін бөлігі де, қалдық бөлігі де бізде көрсетіліп тұратын болады. Дробный, яғни бұл 4-тен 1 бөлігін, 25-тен 21-ден бөлігін деген сияқты санымыздың 4-тен 1 бөлігін көрсететін болады. Экспоненциалдық дегеніміз бұл қандайда бір үлкен көлемдегі санды немесе кіші көлемдегі сандарды жуықтап алуды айтады. Мына жерде мәнін бере отырып, біз жуықтаудың неше түрін келді. 4-те 5-ті жуықтап алғанда 5 деп мына жерде көрсетіп тұр. Ал мына жерде 2-ке қойған кезде біз нақты қазіргі таңдағы санын экспоненциал жасап тұр. Одан кейін тексті, яғни кез келген бізде берілген бағандағы ұяшықтағы мәтінді типті көрсетіп тұр, форматты. Дополнительный қосымша бірнеше мәліметтерді және все форматтарды біз көре аламыз. Одан кейін выравнение бөліміне өтетін болса, бұл берілген ұяшықтағы мәліметті сол жақтан жазуға, оң жақтан по центру, мысалы по центру қоятын болсақ, мына жерде де по центру басып, окей батырмасын басса, біздің текстімізді орта бөлікке орналастырып берді. Одан кейін мына жерде 30, яғни градусты қою арқылы 90 градусқа және минус 90 градусқа қою арқылы біз сөздерімізді көлденеңнен және тігінен жаза аламыз. Мына жерде бір сөйлемді көрсетіп өтейін, ол үшін выравнение барып, градусын қалай орналастырғымыз келеді, соған қарай бұрамыз. Мысалы, мына жерде 90 градусқа бұрдым, окей батырмасын басқан кезде біздің қалам деген сөзіміз көлденеңнен
яғни тігінен жазылып шықты. Міне тігінен жазылып шықты. Енді келесі әрекет, ол біздің сөзімізді бөлімдерге бөліп жазу. Яғни бізде кей кезде сөздер бір жолға сыймай жатады. Сол кезде выравнение жасаймыз. Яғни бірінің астына бірін сөздерді түсіріп жазу үшін. Ол үшін сол жазғымыз келген ұяшықты белгілейміз де выравнениеге барып, переносить по словамға галочка қойған кезде, яғни окей батырмасын басқан кезде, біздің бір жолға сыймай тұрған сөзімізді орналастырып, сыйғызып беретін болады. Ары қарай екі ұяшықты біріктіру. Ол үшін біріктіргіміз келіп тұрған ұяшықтарды белгілеп аламыз да, выравнениеге барып, объединить ячейка батырмасын басқан кезде окейді басып, екі ұяшықты біз не істеп алдық? Біріктіріп алды. Ары қарай әрекеттерге тоқталатын болса, қайтадан выравнениеге барып, шрифт бөліміне өтейік. Бұл кезде біз әртүрлі шрифттерді таңдай аламыз. Онымен қатар размерін бере аламыз. Мысалы 14 зачеркнутый, яғни үстінен бір сызамыз. Мына жерде образец көріндікті. Надстрочный, яғни үстіңгі бөлігіне орналастыру, подстрочный, астыңғы бөлікке орналастыру. Өзімізге қайсы вариант керек бізге, соның біреуіне галочка қойып, мына жерден түсін де таңдай аламыз. Окей батырмасын басқан кезде біз берілген мәлімет, яғни пішімдеуіміз жүзеге асатын болады. Ары қарай жүре береміз. Келесі бөлім бізде шрифтті айтып өттім толықтай. Келесі бізде граница, яғни біздің беріліп тұрған кестедегі ұяшықта, кестедегі линиямыздардың, сызықтарымыздың әртүрлі түрлері болады. Мысалы, үзік сызық, үзік және нүкте араласқан, полный үзік сызық және қалыңдатылған үзік сызық, екі сызық, яғни осылардың өзімізге қайсы типі ұнайды, соның біреуін таңдаймыз және сол линияның түсінде таңдай аламыз біз. Мысалы, мына түсті берейін. Одан кейін біздер линияның сыртқы және ішкі бейнелерінде таңдай аламыз. Мына жерде көріп отырсаңыздар, үстіңгі бөлігі емес, мына жерде полный ала алады, немесе тек қана үш бөлігін ала алады. Өзімізге қажетті бөліктерді орналастыра аламыз. Окей батырмасын басқан кезде біздің белгіленген ұяшығымыз осындай границаға, яғни шекараға айналатын болады. Ары қарай залипка, яғни бұл біздің кестеміздің фонын береді. Мысалы, кестені белгілеп аламыз, выравнениеге барып, залипканың ішінен өзімізге ұнаған бір түсті таңдасақ, кестемізді осы түске бояп беретін болады. Окей батырмасын басқан кезде кестеміз көк түске боялды. Мына жерде узорды да беруімізге болады. Ол үшін мына жерде узорды таңдаймыз. Кез келген узорды таңдап, өзімізге ұнаған және сол узордың да светін таңдай аламыз. Кез келген бір түске белгілеп, окей батырмасын басқан кезде көргендеріңіздей біздің кестеміз көк түске боялып, және бетінде бордовый цветтен не шықты? Узор пайда болды. Осылай біз өзіміздің кестемізге бірнеше өзгерістер енгізіп, пішімдеу жасай аламыз.